Ассалаумағалейкум, бір саз қыздар екен. Қараңыздар, мен мына жақтан өтейін деп едім. Мерей алмапты. Мерейде ақша жоқ болып тұр ғой. Ал, міне пешеход менің жолым мен. Ал, спокойно, аспай өтем ғой. Опа, күшпірден салып жатыр екен. Ассалаумағалейкум. Мынау енді қараңыздар қара. Мынау кезінде 1990 жылдары, мен кетіп батыр едім. 1990 жылдары салған нәрсе ғой. Қараңыздар. Марқұм Сағынжан Рахим. Бұл адам жақсылығын айтты дейді, нұры тасысын дейді де. Қараңызшы шыны. Мен осыған кезінде баяда жұмысқа орналасқым келді. Оны сосын айтарым келесіде. Сосын айнып қалдым. Енді қараңыздар, мынаны ұлы көтеріп алды да. Рахим, Эдуард. Ол Эдуардты да белгілеп жазды мен кезінде. Жазған себебім ол. Так, Рахим, Эдуард. Ол менің туған ағамның кластасы. Ол мен 1973 жылғы жігіттерге айтқым келеді да. 1973 дегенде қалай? Мына қара, бір терек. Ара, елка. Сәндір. 1973 жылдары айтқым келеді да. Менің кластасым, менің ағамның кластасы. Негіз 1973-тер мықты. Сағынжан ақаның жолдасы менің бірінші кластағы сабақ берген азамат. Анамыз ғой. Шестелеткі деген болды ғой баяда. Енді қараңызшы. Осы рахмет. Рахим Эдуард ағама. Рахметімді айтқым келіп отыр. Мен өзімді көрттім ай жерде кетіп батыр едім бір. Қоқыс, нашли не бар деп. Қараш, ағаштарды қараш. Енді мына жақсылығын айт дейді, нұртасы дейді. Былай қарағанда қараңызшы. Осыны бағанағыдай ұйымдастырып отырған, қазір Астанада тұрам екен. Рахим Эдуард Сағынжанұлы жайлы айтқым келіп тұр да. Қараңызшы, керемет етіп жасады да. Енді бұл бейнероликте неге мына қалған адамдарға сабақ қалай айтам? Қалай мен қаяққа батыр едім? Қалған адамдарға сабақ болсын деймін да. Дұрыстап бағанағыдай қадағалап, адамдарды қарап. Құрдас, мені алмайсың ба? Менде бар ғой. Сатам, үлкенде сатам. Осы ағайын да. Менде көк жолау сатам просто. Салай. Жақсылық айтты, тасып айтты кезінде. Ана бізде кім бар ғой? О, қалайсың деп мынау тикток жасапсың ба? Албай түсірмін. Ойлап көшекше. Тиктокта пробуй айтам ал. Осы. Қазір ана түсіп қалатын еді просто ғой. Ана екеу. Қазір. Ана екеу түсіп қалатын еді. Қазір мына жағына барып қайтайыншы. Көрдіңіздер ма? Осы бәрі осы неге келеді ғой. Жалпы. Мұнда. Енді шығып кетем. Көрдіңіз ба, мен көшеге шықсам, алдымнан шығады мені. Хейтерлерім ба, қайтыр деймін. Қалайсыз құрат? Енді мен жаққа шығамын да. Мен жаққа қайтып келем. Қайтайын дегенім. Қайтайын дегенім. Мынау ғой. Көрдіңіздер ма? Бұлай түсірдім. Қазір енді айтайын дегенім. Біздің мына Құрманғазы ауданында кезінде бағанағыдай қайтқанда осы Сағынжан ағамыз қаншама адам болды да. Қаншама адамға келді. Және мына бізде негізі не жоқ қой бағанағыдай. Өмірбаян айтылмайды ғой. Просто мына осындай адамдар бағанағыдай еңбек қызметі түскен адамдарды өлгеннен кейін айтамыз да бізді. Соны біз тірі кезінде айту керекпіз деген ойда Рахим Эдуард ағамызды айтқым келіп тұр. Ол деген 1973 жылғы ғой. Болды. Осы айтайын деген. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ішіне де кірдім кезінде. Бірақ бұның ішін ремонт етті деп ойлаймын.
Есіктер баяғы есіктермен тұр ғой. Кезіндегі. Қараңыз мен. Реклама жасап кете қояйын. Мына балаға. Жарнама, фото түсіреді, резюме, бәрін істейді. Еліміздің врачтары шықпасын, амантау қояйық. Рахмет, Эдуардты қолдап жіберейік. Ту-ту.